Танымал әнші Алматыдан Астанаға ұшқан ұшақ бортында жанжал шығарып, салдарынан жолаушы Асылбек Бекқайыров зардап шекті. Ұшақ командирі полиция шақырып, төбелеске қатысқан екі азаматта полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қайрат Нұртас Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 434 бабының 2 бөлігі ұсақ бұзақылық 1 жыл ішінде қайталап жасалған және 73 бабының 1 бөлігі ұсақ бұзақылық бойынша айыпталды. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру. Қайрат Нұртас түнде Шымкентте ұсталды. Материалдар қарау үшін сотқа жолданды. Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық істері жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотының қаулысымен Қайрат Нұртас 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Алғашында бұл азаматқа қатысты әуе кемесінің бортында бұзақылық жасау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу нәтижесінде қылмыстық іс қылмыстық құқық бұзушылықтың болмауына байланысты тоқтатылды, деп хабарлады көлік полициясы басқармасынан. Қамау мерзімі 4 шілде сағат 23:50-ден бастап есептеледі. Әнші жазасын Шымкент қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік қамауға алғандарды уақытша ұстау изоляторында өтейтін болады.